Айтқан термесі екен, өсет термесі. Бұл дүниеде не жаман, не жетім деп. Соны орындап берейін. Біріншіден не жаман ей, білімсіз болған ұл жаман. Екіншіден не жаман, ананың тілін алмаған, қасарысқан қыз жаман. Үшіншіден не жаман, үшіріңнен бұғызып көрге бір салса сол жаман. Төртіншіден не жаман, төресі әділ болмаған, парақор болған бей жаман. Бесіншіден не жаман, жұрттың іштен тамағын, денсаулықтың жоғынан іш алмай қалсаң сол жаман. Алтыншыдан не жаман, ұнатып алған әйелің, көп ішінде күңкілдеп беттен алса сол жаман. Жетіншіден не жаман, жеткіншектен оқтайып жетпей бір кетсең сол жаман. Сегізіншіден не жаман, серкесіңді ат мініп сергелден болған сол жаман. Тоғызыншыдан не жаман, торғайдай болған бір басың топқа бір түссе сол жаман. Оныншыдан не жаман, оймақ ауыз күлім көз, бір перзенттің жоғынан мұңлықта қалған сол жаман. Бұл дүниеде не жетім ей, кім қажетсіз болса сол жетім. Әкімі әділ болмаса бұқара байтақ ел жетім. Қапта белі қонбаса, жайылған малы болмасай, көкірай шыққан бақшалар жеусіз тұрып сорласай, ел қонбаған жер жетім. Ішен су жақпаса адам менен мал түгіл, қаңғырған қарсақ таппаса ащы дария көл жетім. 70-тен жасы асқанда 80-ге аяқ басқандай, жастар елеп келмесе, келіп те сәлем бермесе, қартайған күнде ер жетім. Қырға шықса белім деп, бойға түсе тізем деп, келін менен балаға қонақ болған уақыттай, басынан билік кеткен соң кемпір менен шал жетім. Бақыты тайған бей жетім, қатынсыз қалған үй жетім, сатып алған құл жетім, құлдықта қалған ел жетім. Бәрінен де әлеумет бір перзенттің жоғынан, мұңлықта қалған сол жетім.